Алло, ваши деньги пытаются похитить. Зафиксирована подозрительная операция. Продиктуйте код из СМС. Получили СМС номером 1414? Запомните, ни полиция, ни прокуратура, ни сотрудники больниц и поликлиник никогда не будут просить у вас код и сообщения. Если кто-то требует назвать этот код, это мошенники. Не сообщайте никому одноразовые пароли и будьте бдительны. Алаяқтардан сақ болыңыздар. Соңғы кездерде 14-14-тен хабарлама келіп, яғни интернет алаяқтар сіздерді алдап, қоңырау шалып, қандай да бір сәлемдеме келіп тұрған туралы, одан бөлек құқық қорғау органдардың қызметкерлері, банк қызметкерлері ретінде таныстырып, сізден 14-14-тен келген кодыңызды сұрап, сіздің қаражатыңызды жымқырады. Сол себептен өзіңіздің жеке деректеріңізді ешкімге айтпауыңызды сұраймыз. Яғни 14-14-тен келген кодты ешқандай құқық қорғау органының қызметкерлері, банк қызметкерлері, құқық қорғау органының қызметкерлері, прокуратура қызметкерлері ешқашан сұрамайды. Жеке мәліметтеріңізді ешкімге айтпаңыз. Яғни қазіргі таңда аталған деректер бойынша өте көп азаматшылар алдануда. Сол себептен сақ болыңыздар.